Сәлем балалар, әдебиеттік оқу 2-ші сынып, 16-шы сабақ. Тақырыбы менің отбасым. Бүгінгі сабақта өлеңді өз сөзіңмен әңгімелейсің, ойыңды тірек сөздер арқылы жеткізетін боласың. Сөз жұмбақты шеш, туыстық атауларды есіңе түсір. Бірінші, отбасынан басталады. Отан. Әкеңнің әкесі ата. Сен әкеңе кім боласың? Бала. Мейірімді жан ана. Ағайынды адамдар бір-біріне туыс. Ұлдан кіші қыз бала қарындас. Есіңе сақта, балалар ақыны Бейсебай Кіріспайұлы Алматы облысына дүниеге келген, жаңылтпашты деген тағы басқа балаларға арналған кітаптары бар. Өлеңді түсініп оқы. Біздің әулет. Алақаны аялы, анам бар жаны саялы. Кешіре білген кінәмді, әкем бар менің шыдамды. Шалғы тартқан шалғында, ағам бар менің алдымда. Жақсылыққа талпынған інім бар ерген артында. Яғни әулет деген сөзіне мағынасы жоқ сөзді ата өз отбасың туралы әңгімеле. Әулет дегеніміз, әулеттен әулетке мұра ретінде кәсіп пен салт дәстүрлерді сақтап, еңбектеніп отырған топтарды айтуға болады. Әулет ол ата, әке, бала, немере, шөбере осылай кете береді. Сондықтан ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан сөзді біз әулет деп атайды екенбіз. Яғни отбасы. Өз отбасың туралы әңгімеле. Менің отбасымда 5 адам бар. Біз жер үйде тұрамыз. Демалыс күндері саябаққа шығамыз. Балалар әркім өзінің отбасына неше адам екенін, кімдер бар екенін, демалыс күндері не істейтінін, мысалы, жер үйде тұратын болады, биік үйлерде тұратын болады, ауылда, қалада тұратын болады. Сондықтан әр бала өздерінің отбасы туралы жазыңдар. Тапсырма. Өлеңді мәнерлеп оқы. Немере. Әжетайым қайда менің? Мектебіме бармақ едім. Күйдірермен бармағымды, үтіктеші шалбарымды. Деп жалында немересі, жалынудың шебер осы. Кеткен әже 70 асып, түрегелді, белім басып, жүре беріп, белім деді, бірақ өзі ерінбеді. Шалбарды алып, шаңын қағып, үтіктеді барын салып. Балалар, мына жерде суреттен әженің шалбарды өтіктеп жатқан, немересінің жатқанын көріп тұрмыз, е? Немересі әжесіне шалбарын үтіктей алмайтынын айтып, әжесіне үтіктеп беруін өтінді. Әжесі қарт кісі болса да белін басып тұрып, ерінбей үтіктеп берді. Ал енді 6-шы тапсырма. Баланың орнында сен болсаң не істер едің? Мен баланың орнында болсам, шалбарымды өзім үтіктейтін едім. Себебі әжем үлкен қарт кісі болғандықтан оның шаршағанын қаламаймын. Үтікті енді тоққа тығып беріп, аз да болса кішкене көмектесуін өтініп, жаңағы үтікпен шалбарды өзі үтіктеуші едім дейді. Жалқаулық, қамқорлық тақырыптарына уақиға ойластырыңдар. Біз тақырыпты қамқорлық деп алдық. Менің кенженім бар, оның есімі Әділет. Ол үйдің ең кішісі болғандықтан ерке, кейде бұзық болып артық қылықтар жасайды. Мен оған дұрыс әрекеттер жасамаса, оқығанымды айтамын. Ол менің айтқанымды тыңдайды. Әрқашан маған түрлі сұрақтар қояды. Мен сұрақтарына барынша анық әрі түсінікті жауап беруге тырысамын. Ал сендерше балалар, кішкентай інілеріңе, қарындастарыңа қандай қамқорлық жасайсыңдар? Балалар, біз осымен бүгінгі тақырыбымызды аяқтаймыз.